Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейінде Абай Құнанбайұлының туған күніне арналған бір картина тарихы сериясынан Абай халық арасында көрмесі ашылды. Республикамызда 4-ші жыл ұлы ақын, ағартушы Абай Құнанбайұлының туған күні аталып өтуде. Қазақ халқының ұлы ақыны, философ, гуманист, сазгер, көркем сөз шебері Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Семей облысында Шыңғыстау тауының баурайында Қасқабұлақ бұлағынан алыс емес жерде дүниеге келген. Абай билер мен ақсүйектер, тобықтылардың асыл да Абай әулетінен шыққан. Абайды сөз өнеріне, дүниетанымға ерте баулыған адам әжесі Зере. Халықтың сөз қазынасының үлкен білгірі, немересін білімге, құштарлық пен сүйіспеншілікке үйрете, оның алғашқы тәрбиешісі, ұстазы болды. Әжесі өзінің мейірімділігімен және айналасындағы әлемді нәзік қабылдауымен ерекшеленді. Абай Құнанбайұлы қазақтар арасында орыс және еуропалық мәдениеттің таралуына үлкен үлес қосты. Абайдың дүниетанымының қалыптасуына гуманистік идеяларды ұстанған шығыс ақындары мен ғалымдары Фердауси, Әлішер Науаи, Низами, Физули, Ибн Сина және тағы да басқа, сондай-ақ орыс классиктарының шығармалары, солар арқылы жалпы Еуропа әдебиеті әсерін тигізді. Ақын Крылов, Лермонтов, Пушкин, Байронның шығармаларын аударды. Абай 170-ге жуық өлең, 56 аударма жасап, 45 шағын нақылдан немесе философиялық трактаттан тұратын қара сөз, прозалық поэмалары жазды. Қара сөздерінде этникалық қазақтардың тарихы, педагогикасы, моралі және құқықтары мәселелерін көтерді. Сондай-ақ ұлы тұлға әлі күнге дейін танымал болып жүрген 20-ға жуық әуендер композиторы. Ақын және ағартушы ұлы Абай Құнанбайұлы тұлға ретінде көптеген көрнекті суретшілерге қызығушылық танытты. Жылдар бойы оның образы зерттеу және салыстыру арқылы кескіндеме, графика, мүсін өнерінде бейнеленген. Соның бір дәлелінің шағын бөлігі біздің музей қорында жиналған Қазақстан суретшілерінің туындылары. Бахи Урманче, Абай портретіне эскиз. Владимир Третьяков, Абай және Михаэлис және Абай картинасына эскиз. Валерий Книжников, Абай жаңа өлеңдерін оқуда. Жанбалжан Канканьян, Абай бюсті. Валентин Христолюбов, Абай және Тұрсын Абуов, Абай халық арасында атты жұмыстар. Бүгін бір картина тарихы сериясы аясында Тұрсын Абуовтың Абай халық арасында атты жұмысы ұсынылып отыр. Тұрсын Абуов Қазақстан бейнелеу өнеріне 1960 жылдардың аяғында қазақ кескіндемесінің ұлттық нақышының қалыптасу кезінде келген суретшілер буынына жатады. Бүгінде танымал кескіндемеші, Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі, Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі. Тұрсын Абуов 1936 жылы 6 маусымда Алматы облысы Қызылтоз колхозында дүниеге келген. 1966 жылы Гоголь атындағы Алматы көркем сурет училищесін аяқтаған. Онда Ғалымбаева, Федорова, Калимовтан білім алған. 1976 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының көркем сурет және графика факультетін бітіріп, 1966 жылдан Алматы қаласында жұмыс істейді. 1965 жылдан бүкіл одақтық және халықаралық симпозиумдардың, республикалық көрмелердің қатысушысы. 1969 жылдан СССР суретшілер одағының мүшесі. Тұрсын Абуов портрет, натюрморт, жанрлық және тақырыптық картинада жұмыс жасайды. Суретші өз шығармаларында халық өмірінің нысандарын,
туған табиғаттың сый-сияпаттарын, олардың түрлі түсті алуандылығын дәріптейді. Даланың кеңдігі де, жүйрік аттардың дүбірі де естілетін байырғы қазақ жерінің поэзиясы мен халық музыкасына арнаған сезімін суретші өз жұмыстарында шынайы сипаттайды. Онымен қатар, шебер шығармашылығына халықтың күнделікті тұрмысын, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп озаттарының салтанатты портреттерін бейнелеуі тән. Тұрсын Абуовтың рухани құрылымы мен адамдық құштарлығы ондаған жылдар бойы жасалған алып портреттер галереясымен танысқанда түсінікті әрі жақын бола түседі. Шығармаларының тұтас сериясы өзіне таныс және жанына жақын адамдарға, Қазақстанның өнер және мәдениет қайраткерлеріне, Ұлы Отан соғысының батырларына, рухы күшті және ұлы тұлғаларға арналған. Қазақтың ұлы ағартушысы Абай Құнанбайұлының бейнесі суретшіні көп жылдар бойы толғандырды. Қазақ елінің дарынды тұлғасының туған жерлерін арнайы аралап, кейін Абайдың ауылы, музей қорындағы Абай халық арасында атты суретшінің жүрегіне жақын көп фигуралы композициялары дүниеге келді. Абай халық арасында шығармасының композициясы күрделі. Суретші оны қазақ халқының салт дәстүрі мен тұрмыс тіршілігін нақыштайтын мағынасы терең тың деректермен және бейнелермен толықтырды. Шебер картинадағы кейіпкерлерін анық және де монументалды көрсету үшін қарт ақсақалдар мен қазақ әйелдеріне тән кейіпкерлерді жақындатып бейнелеген. Ал картина форматы автордың ойын ашып көрсетіп тұр. Шығарманың орталық тұлғасы Абай. Оның жанында соңынан жолшыбай ерген адамдар. Онымен қатар картинаның толық сипатына назар аударсақ, түтіндеген от, киіз үй жанындағы қалың жұрт, Алтыбақан маңындағы жастар мен атқа мінген шабандоздарға қарағанда, ауылда мерекенің түннің бір уақытына дейін созылғаны екені анық. Суретші түннің осы мезгіл бүкіл кенеп бетіне күрең қызыл бояуды басыңқы пайдалану арқылы жеткізеді. Кескіндеменің көркем беті тегістелген, жіңішке майда штрихтармен бейнеленген. Бұл суретшіге табиғаттың түнгі күйінің атмосферасын және ауа қозғалысын нәзік жеткізуге мүмкіндік береді. Ақынды осы ауылда ерекше қуана қарсы алғаны сезіледі. Оның сыртқы келбеті халықтың назарын аударуда. Бәрі де Абайды көруге ұмтылуда. Ұлы тұлға туралы көп естіген бала да, оған қол созған ақсақалдар да өз ойларымен бөлісіп, жақсы кеңестер естігілері келетін тәрізді. Суретші Абай заманын, ойшыл, халық сүйген ғұламаны, ақын тұлғасын қайта жаңғыртуға тырысуда. Соңғы жылдары Тұрсын Абуов өзі үшін өнердің жаңа түрлерін ашып, мүсін және ландшафт дизайнында белсенді түрде жұмыс жасауда. Шебердің үйін безендірген ағаш мүсіндер мен мозаикалық композициялар бірегей өнер кеңістігін құруда. Ол әртүрлі шеберлік сабақтар мен көрмелерге қатысып жұмысын жалғастыруда. Тұрсын Абуовтың көркем туындылары Қазақстан Республикасының мемлекеттік музейінде, Қазақстан Республикасының президентінің резиденциясында, сондай-ақ Ресейде, ақш-та, Германияда және тағы басқа елдерде кездеседі.